Әлемнің 8-ші кереметі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Бұл кешен орта ғасыр сәулетінің жауһары саналады және ЮНЕСКО-ның әлемдік мұрат тізіміне енген. Кешен жайында біздің сюжеттен көріңіз. 14 ғасырда Әмір Темір және Тоқтамыс хан ортаңғы Сырдария маңындағы қалалар үшін ұзақ соғысқан. 1388 жылы Алтын Орданың ханы Тоқтамыс Қожа Ахмет Яссауидің кесенесін тонаған. Бұл оқиғадан кейін Әмір Темір Тоқтамыстың әскерін ойсыратып, тоналған заттарды қайтарып алған. Осы қаражаттарға Қожа Ахметтің мазарының үстінде жаңа үлкен кесене салғызуды ұйғарған. 20 жыл ішінде бұл аумақта кесененің, мешіттің, әкімшілік және шаруашылық мақсаттағы үй-жайлардың функцияларын біріктіретін әсерлі кешен тұрғызылды. Соның маңынан Яссауидің ізбасарлары Сопылар ғибадатханасы құрылысы басталған еді. Бірақ Әмір Темірдің өлімінен соң жұмыстар тоқтап қалған. Бір қызықты дерекпен бөлісейін. Алғашында бұл кесененің іргетасы болмаған. Іргетастың орнының қалыңдығы 1,5 метр болатын көп қабатты балшықты негіз қойған. Соған қарамастан мұражай көптеген соғыстар мен жер сілкіністердің басынан өткеріп, 6 ғасыр бойы құламай келген. Ал 2000 жылдардың басында қайта жөндеу жұмыстары кезінде кесененің көне қабырғаларының астына бетонды іргетас құйған екен. Қазақстанның мұсылман халқында Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жасалған 3 сапар Меккеге барғанмен теңдей. Ғимараттың алдыңғы жағында Құранның 59, 60, 61, 62 және 63 сүрелері жазылған. Түркістанға кез келген транспортпен жетуге болады. Жергілікті тұрғындардың айтуынша қалаға облыс орталығы мәртебесі берілгеннен бері көп нәрсе өзгерді дейді. Бірінші кезекте туристердің жайлы тұруы үшін қонақ үйлер саны артты. Қазақстандық Венеция көптеген ойын-сауық орталықтары және елге танымал керуен сарай кешені пайда болды. Соңғысы туралы сіздерге келесі шығарылымда айтатын боламыз. Егер Түркістанға келуді жоспарласаңыз, бір кеңес, ауа райын қарап алыңыз, себебі жазда өте ыстық. Кесенеге оралатын болсақ, бұл жер қай жағынан қарасаң да керемет. Ішіне кірсеңіз ерекше аураны сезінесіз, тарихқа үңілесіз.